солтүстік, бізді кекетпе, бұл солтүстік, бізді шектетпе, бұл солтүстік, бізді кекетпе, бұл Қызылжар. Қазақстан үкіметі 2017 жылы оңтүстіктен солтүстікке көшіру бағдарламасын бастады. Сол сәттен бастап бұл мақсатта 43,5 триллион теңге жұмсалған болатын. Бірақ билік өкілдері іске асырылып жатқан жобаның эффективтілігі төмен екендігін мойындап жатыр. 10 жыл ішінде солтүстік Қазақстан облысынан халық саны 46 мыңға төмендеген болатын. Бұл түйткілді мәселені талқылау үшін бүгінгі кезекті подкаст айдарымызға үкіметтік емес ұйымдардың төрағалары Бурахан мырза мен Ануар мырзаны шақырған болатынбыз. Армысыздар, құрметті осы солтүстіктің толқынында осы бағдарламасының көрермендері. Мен атым Бурахан Даханов, мен мына оңтүстіктен солтүстікке көші-қонмен айналысып жүрген азаматтардың бірімін. Дәл қазіргі уақытта осы көші-қон мәселесінде осы тәуекел атты ұйым құрып, осы солтүстікке көшкен азаматтардың жай күйін жеткізу, жергілікті жердегі азаматтармен интеграция, адаптация мәселелерін айту деген сияқты сондай дүниелермен біз айналысамыз. Рахмет. Әнуар Тоқпан, Рух тіл жаңғыру қоғамдық бірлестігінің төрағасы болам. Рух тіл жаңғыру қоғамдық бірлестігі 2018 жылы құрылған болатын. Осы солтүстік Қазақстан облысында сол жылдардан бастап осы солтүстік Қазақстан облысының тіл мәселесі, жастарды патриотика жағынан мәдениет, тіл, сол өнер, салт дәстүрді насихаттап жүрміз. Енді 21 жылы бір проект болып, қандастармен қоныс аударушыларға арналған ақпараттық түсіндіру орталығы ашылған болатын, 2 айлық проект. Және де осы жылы 2024 жылы 4 айға осы проект қандастармен қоныс аударушыларға арналған ақпараттық түсіндіру орталығы ашылған болатын. Сол орталықтың жетекшісі болам. Ануар мырза, негізінде бұл қоныс аудару бағдарламалары біздің өнеріміз үшін қажет пе, қалай ойлайсыз? Негізінен қажет, ауадай қажет болып тұр бұл қоныс аудару. Себебі жылдан жылға біздің солтүстік өңірдің халқы азайып бара жатыр. Ол қазақ болсын, ол орыс болсын, бұл жерде ұлтқа, қазаққа бөліп тұрған жоқпыз. Бұл жерде халық санының азаюы, ішкі миграция бар, сыртқа көші-қон бар деген сияқты. Өзіңіз білесіз, тәуелсіздік алғанға дейін бұл жерде тың игеру болды, көптеген өзге ұлттар келді, соғыс кезінде жер аударылған азаматтар болды, поляктар, немістер, орыстар көптеген болды, ауыл болып тұрды. Сол немістер енді Германияға көшті, поляктар Польшаға көшті деген сайын адам ресурсын жоғалтып алдық та. 91 жылы 900 мыңнан астам осы облысымызда халық тұратын болса, қазіргі таңғы ұлттық статистика бюросының санағы бойынша 523.300 адам тұрып жатырмыз қазіргі таңда. Оның өзінде жыл сайын халық саны кеміп келе жатыр. Осы жылы ұлттық бюро статистикасының несіне сәйкенсек, ақпаратына сүйенсек, 6.000-ға жуық солтүстік Қазақстан облысынан көшкен емес. Халық сайыны азайғанда ол солтүстік өңірінің экономикасы да құлдырайды деген сөз. Бұған не себеп? Жалпы солтүстік өңірі перспективасыз, инфраструктурасы жаман өңір деп айтуға бола ма? Жоқ, олай деп айтуға болмайды. Негізден бізде енді дәнді дақылдар, жер өңдеу, мал шаруашылығымен айналысады ғой. Жұмыста, инфраструктурада, міне жыл сайын қалаларымызда көркейіп келе жатыр, құрылыста жүріп жатыр деген сияқты. Бұлай айтуға болады да, бұл жерде дотационный деген бір термин бар. Ол солтүстік Қазақстан облысы дотационный және шекаралас. Ең шекаралас не болғаннан кейін қаражат, жалақы төмендігі кішкене, және де мынау бала туу
иә көрсеткіші аз болғаннан кейін осындай жағдайға тап болып отырмыз деп ойлаймын мен. Бурахан мырза, сіз қалай ойлайсыз? Негізі нақты жауап беретін болсақ, жалпы дәл қазіргі уақытта бізде солтүстік Қазақстан облысында табиғи урбанизация жүріп жатыр. Ол тек қана біздің облыста ғана емес, бүкіл әлемде жүріп жатқан зат. Табиғи урбанизация деген зат, ол бүкіл әлемде жүріп жатыр. Ол жаңағы Канадада, тіпті Американың өзінде, мына дамыған жаңағы Дания, Нидерланд жақтар, тіпті Швейцарияның өзінде де арнайы осындай бағдарламалар жасалып, жаңағы босап жатқан елді мекендерге адамдарды шақыру сияқты осындай бағдарламалар ұйымдастырып жатыр. Бұл неге? Жалпы негізі дәл қазіргі уақытта, енді жаңа Әнуар мырза айтпақшы, енді біздің солтүстік Қазақстан облысы ол жай ғана облыс емес, бұл жаңағы геосаяси жағынан қарасаң да, басқа да бір жақтарынан, экономикалық, демографиялық жақтан, идеологиялық тіпті дүние, тарихи жақтан қарасаң да, бұл өте маңызды облыстардың бірі болып есептеледі жалпы. Дәл қазіргі уақытта көш мәселесі біздің солтүстік Қазақстан облысына не үшін керек? Негізі жалпы көш мәселесінің көбі тек қана жаңағы ауылдарды аман алып қалу деген сияқты бір ситуациялармен ғана байланыстырады. Бірақ ол мүлдем олай емес. Өйткені солтүстікке көшіп келген отбасылар, адамдар арқылы сол көшіп келушілер осы солтүстік Қазақстан облысының мысалы кез келген саласына үлес қосып жатыр. Мысалы, осы солтүстік Қазақстан облысы тіпті Петропавл қаласына алып, емханаларды егер қарайтын болсақ, сол жердегі мысалы 3 дәрігердің екеуі оңтүстік Қазақстан облысынан келген дәрігер екеніне мен кәдімгідей кепіл бере аламын. Яғни солтүстік Қазақстан облысына біз қазіргі уақытта дәрігерлерді көшіру арқылы біз осы жақтың денсаулық саласына біз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймын. Бастысы Ануар мырзадан сұрағым келіп жатыр да, осы жылы жұмыс атқардыңыз ғой, шынымен де оңтүстіктен бізге осындай специалисттер келіп жатыр ма? Енді өзің айттың ғой, жаңа 2017 жылдан бастап еңбек бағдарламасы мына көші-қон деп. Негізінен айта кететін болсақ, біз бұл жерде оңтүстіктен солтүстікке деп отырмыз. Нақтылап айта кететін болсақ, бұл жерде солтүстік Қазақстан облысы ғана емес, қабылдаушы. Бұл жерде Қостанай, өзің білесің, Қостанай облысы бар, Павлодар облысы бар. Қабылдайтын солтүстік Қазақстан облысы биыл Ұлытауға кішкене квота бөлінді, Ақмола облысына шамалап квота бөлінді деген сияқты. Енді көп адамдар көп оңтүстікте тығыз орналасқан деп жатырмыз ғой. Ол кісілерде қазір Сарыағаш ауданында болдық, біз үгіт насихатпен Түркістан облысы көп аудандарын араладық. Біздің бір облыстың халқы тұратын аудандар бар да оңтүстікте. Ол бір ауданда сол 500 мыңға жуық азаматтар бар деген сияқты. Мамандар әрине келіп жатыр. Үгіт насихат, бірақ бұл бағдарламаны әлі де көпшілік дұрыс түсінбей отыр деген өзімнің ойым солай. Әртүрлі мамандар бойынша дәрігерлерді шақырып жатырмыз, ауыл шаруашылығы мамандарын шақырып жатырмыз. Бізге мұнда ветеринарлар жетіспейді деген сияқты үгіттеп, насихаттап айтып жүрміз. Келіп жатқан мамандар бар, бірақ әлі де көптеген бізге мамандар керек. Ал адамдар дұрыс түсініп жатқан жоқ деп айтып жатырсыз. Сонда несі оларға түсініксіз, не болмаса біз нені дұрыс түсіндіріп жатқан жоқпыз? Негізінен мұн жерде енді әр Қазақстанның өңірінде аудандарда мансап орталықтары бар ғой. Сол кісілер енді мансап орталықтары тікелей жұмыс жасайды ғой. Сол жерде бухгалтерия құжаттарын қабылдайды, қаражатты сол жерде бөлінеді деген сияқты, квота деген сияқты. Үгіт насихат аздау болып тұр. Және де осы жақтікілерді ана жақтан да, о жақтың да мансап орталықтары сол жақта жұмыссыз жүрген, ойлайды ол құжатсыз, документсіз жүрген, кредитқа батқан, шоттары аресте болған азаматтарды осы жаққа үгіттеп насихаттап жібереді.
негізінен. Ол кісілер мына жаққа келіп алады да не бөлінген мемлекеттен ақшаны ала алмайды, квота ала алмайды деген сияқты сондай бір жағдайлар туындап жатады. Енді ол қиындықтар бар. Және де мына бұл бағдарламада қазір бұрын 2017 жылы үйлер салынған болатын болса, 2023-тен үйлер салынбайды, отқұрлық сертификаты дейді. 8 миллион 400-ге дейін үй таңдап алуыңызға болады. Үкімет 50%-ын 4 миллион 200 үкімет төлеп береді. Ол төлеп беретін жағдай сіз қалтаңызда міне 4 миллионым бар деген депозитті көрсеткен жағдайда ғана үкімет 50%-ын төлеп береді. Ал көп азаматтарда ондай қаражат жоқ, оны алатын. Ондай қаражат болса, ол жылы жерінен мына жаққа келгілері де келмейді ондай. Сондай бір енді кішкене бағдарламаның кішкене нелері бар. Міндетті түрде қолында диплом болу керек. Болмаса кем дегенде жүргізуші куәлігі болу керек деген сияқты тағы бір міндеттері бар. Осы тұста үйдің екінші бөлігін кім төлейді? Адамдар өз қалтасынан сол 4 миллионды сала ма? Келге көшіп келуге ниетті азаматтар қор болу керек, қалтасында 50%-не үй алам деген. Сол міне депозитінде осындай ақшам бар, мына үйді таңдап тұрым, осы үйді алғым келеді деген жағдайда үкімет сол үйдің 50%-ын төлеп береді. Сонда мысалы үй 10 миллион тұрса? Жоқ, 10 миллион емес, бұл шектеу бар. 8 миллион 400 мыңға дейін. Үкімет 4 миллион 200 мыңын төлеп береді сонда. Соған дейін 4 миллион 200 мыңға дейін. Негізінен енді ауылдық жерлерде миллионға, 2 миллионға үй алуға болады ғой, негізінен өзіңіз білесіз. Жақсы. Мамандар келіп жатыр дейміз, бірақ мамандығы жоқ адамдар да келуі мүмкін ғой. Бұл жерде енді әрине мамандар келіп жатыр, мамандығы жоқ азаматтар да келіп жатыр. Жаңа айттым ғой, бір құжаты болса болды, мынау жүргізуші куәлігі болса да болды деп. Және де енді бұл кісілер өз еріктері, мен жаңа айттым ғой, ақпараттық түсіндіру орталығы деп, сол орталық туралы айта кетейін. Бұл жерде екі менеджеріміз бар, телефонда отырады, колл-центрда. Ол кісілер анкета толтырып, бізде онлайн жіберсе, сол кісілер сол анкетаны қарап, дипломы қандай, неше бала шағасы бар, білімі қандай, мұғалім бе деген сияқты, сол бойынша осы облыстан жұмыс қарастырады, қай жер ыңғайлы болады, соны қарастырып, ары қарай ақпарат түсіндіру солай береді. Ол азаматтар өз еріктері солтүстіктің қай ауылына, қай қаласына барғылары келеді. Негізінен биылғы жылы 170-те нысан ауылдық жер, және де Петропавл қаласы сол нетілген, бекітілген сол ауылдар деген сияқты, сол ауылдарға барып жатыр. Енді мұғалімдер де келіп жатыр, дәрігерлер де келіп жатыр. Бізде білесіз, солтүстік Қазақстан облысында мынау еңбек KZ деген сайт бар, сол жерде бос орындар вакансиясы бар, сол жерде қандай орындар, қай жерде жұмыс орындары бар деген сияқты солар барлығы жазылған. Сол мәліметтерге қарасақ, 200-ден астам мемлекеттік қызметшілер жетіспейді. Ауылдық жерлерге егін шаруашылығымен айналысатын азаматтар жетіспейді. Жұмыс орындары бар. Әрине бұл жерге біз солтүстікке, оңтүстікте жас отбасы, көп балалы отбасылар, білімді, қолынан іс келетін келіп ап, бұл жерде сұрап, ары қарай өз күнін өзі көріп кете алатын азаматтарды шақырамыз да, сондай мамандарды шақырамыз. Көшіп келген адамдарды өтіп бара жатқан ауылдарға апарып жатыр деген рас па? Енді ол кісіні ешкім сен мына ауылға барасың, осы ауылда тұрасың деген, ол жерде ондай заң жоқ, ондай ешкім міндеттемейді. Ол кісілер келеді, сол ауылды көреді, басқа ауылды көреді. Мысалы, келген азаматтарды біз Тайынша ауданына жібереміз. Ол кісілер Тайынша ауданын бір аралап келеді. Сосын мына жақта Мағжан Жұмабаев ауданы бар, егінмен айналысады деген сияқты, сондай солай. Ол кісілер о жақтыға барып көреді. Бұл жерде міндеттеп сен бұлаққа барасың деп
бұлақ ауылына апару міндетті емес, ол кісілер өздерінің еркі, қай жерге барса да қарап, өзіне ыңғайлы, қолайлы жер деген жерді таңдайды өздері. Бұрхан мырза, сіз де біраз адамдарды солтүстікке көшіріп жатырсыз. Олардың пікірлері қандай? Алыс ауылдарға, аудандарға барғысы келе ме? Не болмаса, көбісі келіп жатқан адамдарға сіз сияқты қалаға жақынырақ болғысы келе ме? Жалпы негізі мына жерде көшіріп жатырсың деген сөз тіркесі дұрыс емес. Жалпы бұл солтүстікке көшіп келген азаматқа үй беретінде, жаңағы жұмыс беретінде, субсидиясын беретінде мен емес, ол өкімет. Бізде басты мақсат не? Бізде басты мақсат солтүстік Қазақстан облысындағы адамның санының аздығы. Жалпы. Яғни сол адам санының аздығын, сол олқылықты жою. Дәл қазіргі уақытта ол олқылықты жоятын бір ғана рычаг бар бізде. Ол тетік осы солтүстікке көш. Яғни мен ойлаймын, біз солтүстік Қазақстан облысына неғұрлым адамдарды көбірек көшірсек, бағана сіз басында айтып отырсыз ғой, перспективный, не перспективный район деген сияқты дүниелер айттыңыз ғой. Мысалы, егер үкімет мынандай нәрсе тұратын болса, бір ауылда, мысалы, міне 5000 адам тұрады, бір ауылда 200 адам тұрады. Мысалы, екі ауылда да жол жоқ та. Дәл осы кезде екі ауыл бізге жол керек деген кезде қалай ойлайсыз, үкімет қай ауылға жолды салып береді? Адамы көп ауылға. Иә. Көрдіңіз бе? Дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік Қазақстан облысында жаңағы инфраструктуралының кейбір тұстарда дұрыс дамымай жатқаны, кейбір жерлерден адамдардың көбірек кетіп жатқан себебі үкімет дәл қазіргі уақытта бұл солтүстік Қазақстан облысы дотационды облыс болғандықтан және кейбір тұстарына көп назар аудармай жатқан себебі де осы. Адам саны өйткені өте аз. Бірақ бұл нәрсеге мен ойлаймын басқаша қарау керек деп. Жаңағы бір деректерге қарасам, осы солтүстік Қазақстан облысының, осы біздің Петропавл, енді біз Ресейдің үлкен облыстарымен шектесеміз, бірнеше ірі қалалары бар. Жалпы айтқан кезде бізге күніге кем дегенде біраз машина кіріп шығады екен Ресей Федерациясынан. Жалпы мен ойлаймын, егер біз осы солтүстік Қазақстан облысын дәл қазіргі уақытта біз бір экономикалық хаб ретінде пайдаланатын болсақ, мысалы Дордой, сіз өзіңіз Қырғызстанда болдыңыз. Қырғызстан өте бір керемет дүние жасаған. Яғни базардың, үлкен өздерінің базарын бүкіл мына Азияға тарататын бір сондай бір орталық сияқты қылып жасап қойғанда тауарларын. Қысқасы айтқан кезде, оны жан-жақтан ағылады ол жерге адамдар. Енді менің ойлап отырғаным осы. Келіп жатқан адамдардың ішінде кәсіпкерлер бар ма? Жалпы негізі келіп жатқан адамдардың ішінде кәсіпкерлер көп деп айта алмаймын. Бірақ бар, бірақ кәсіпке икемі бар адамдар бар. Ол әлде қайда көбірек, иә? Әлде. Мұнан қараңыз. Шымкентте өмір сүріп жатқан қазақ, Шымкентте ешқандай жаңағы не саудаға ыңғайы жоқ, немесе жағы бағана өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, диплом ештеңкесі жоқ, бір бәсекеге қабілетсіз адамдар көшіп келе жатыр. Бірақ Шымкентте сондай жерде, сондай өмір сүріп жатқан адам көш аудиториясын. Енді бағанадан бері Әнуар мырза сіз де айтып жатсыздар, осы қаншама бюджеттік жаңағы мамандар бізге келіп жатыр, мынаулар келіп жатыр деген сияқты. Бірақ сол мамандардың ішінде бізге нақты осы біздің солтүстік Қазақстан облысына лайық, оның жаңағы мүмкіндіктеріне сай азаматтар аз көшіп келіп жатыр. Ол мүмкіндіктер деп айтып отырғаным, біз солтүстік Қазақстан облысын ауыл шаруашылық немесе мал шаруашылық жаңағы көзқарасымен қараймыз да, қысқасы айтқан кезде. Негізі басқа да мүмкіндіктері бар, бірақ дәл қазіргі уақытта бүкіл мұна осы Қазақстандағы 10 мөшек ұнның үшеуі осы солтүстік Қазақстан облысында өндірілген бидайдан жасалған. Қысқасы айтқан кезде, оны өздеріңіз білесіздер. Яғни ауыл шаруашылығы, жер шаруашылығы, диқандық бізде өте жақсы дамыған. Егер дәл қазіргі уақытта сондай саладағы адамдарды біз бері қарай алып келетін болсақ, олар осы жақта сіңісіп кету мүмкіндігі өте жоғары. Және мен сөзімізді бөлмеңіз, мен бірдеңке айтып кетейін. Мынаны қараңыз. Ауылдар қалай жабылады? Бізде осы міне соңғы мәлімет бойынша біздің солтүстік Қазақстан облысында осы соңғы 2 жылда 28 ауыл
картадан жойылып кетті ресми түрде. 28 ауыл. Және 90-ға жуық ауыл жойылу алдында тұр. Ауыл неге жабылатынын білесің бе сен? Мектеп жоқ, Міне. сап жоқ. Қараңыз, дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік Қазақстан облысында бірнеше ауылдар бар, мектептерінде 9-10 бала оқиды. Енді білім министрлігінің жаңағы көзқарасы бойынша және оның жаңағы өлшемдері бойынша, мысалы, өзіңіз ойлап көріңіз, 9-10 балаға кем дегенде 10 қызметкер керек. Яғни мектеп директоры бар, завучы бар, тағы бірден дене шынықтыру мұғалімі, физика мұғалімі, анау және тіпті мектептің качагарымен, аула сыпырушысымен, күзетшісіне дейін. Дәл қазіргі уақытта негізі білім министрлігінің жаңағы өлшемдеріне сәйкес жаңағындай нені ұстау, мектепті 10 баласы бар мектепті ұстау, ол үлкен шығын. Сол себепті бір ғана приказбен ол мектепті жабады дәл қазіргі уақытта. Енді мен не айтқым келіп отыр? Бұл мәселені шешуге болады. Жалпы негізі осы уақытқа дейін мына Әнуар мырза біледі, осы солтүстікке көш мәселесінің арқасында бірнеше ауылдар құтқарылып қалды жалпы. Жабылайын деп тұрған, жабылу алдында тұрған құтқарылып қалды. Тіпті қазір кейбір мына бір біздің Петропавлдың жанындағы Подгорный ауылы негізі осыдан біраз уақыт бұрын жабылайын деп тұрған ауыл болған. Нақты осы бір Арыстың 43-44 семьясы көшіп келіп, сол Подгорныйдың кәдімгідей жабылайын деп тұрған жердің астан кестетін шығарып, қазір қайтадан тірілтіп, енді қазір жаңадан мектеп салып беріңдер деп жатыр. Мысал деймін, негізі бұл нәрсені жасауға болады. Қайталап айтайын. Алыс ауылдарда кім тұрғысы келеді? Кім тұра алады деп ойлайсыз? Алыс аумақтарда ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен, жер шаруашылығымен айналысып жүрген фермерлер, яғни инфраструктураны аса бір қатты талап етпейтін азаматтар тұрады. Біздің енді дәл қазіргі уақытта енді мына әлемде болып жатқан табиғи урбанизациямен күресеміз дегеніміз ол енді абсурд, утопия. Бірақ дәл қазіргі уақытта бізде мысалы міне сонау Тимирязев ауданындағы көшіп кеткен жергілікті қазақ мына жаққа көшіп келетін болса Петропавлға, мынаның орнын босатпай, суытпай, анау жақтан оңтүстіктен осы жерге икемділігі бар, яғни осы жердің жаңағы мал шаруашылығына икемділігі, басқа жер шаруашылығы, құс шаруашылығы, балық шаруашылығын істеймін деген азаматтарды біреуін таңдап әкеліп, осы жерге әкеліп орналастырып қоятын болсақ, біз тым болмаса жаңағы ауылдардың толығымен жойылып кетуіне біз кішкене болса да қарсылық таныта аламыз. Яғни мемлекетке экономикалық көзқарасынан бұл ауылды ұстау релевантсыз болғандықтан олар оны жабып жатыр. Сол себепті бізге адамдарды көшу маңызды. Осы орайда біз көшіп жатқан адамдар неге сіңіспей бара жатыр ма, немесе бейімделу жоқ па, неге олар қайтып бара жатыр біріншіден, не болмаса келмей жатыр, иә? Бұл бағдарлама сәтсіз болып жатыр. Жоқ, бұл бағдарлама сәтсіз болып жатыр деген сөзіңіз сіздің асыра сілтегендік. Бұл менің сөзім емес, бұл Мәулен Әшімбаевтың шатасқаны. Мәулен Әшімбаев сол кезде шатасты. Өйткені мен мына нәрсені ойлаймын. Бір кішкентай ғана бір бағдарламадан, бір кішкентай ғана бір программадан, бағдарламадан, бір бүкіл солтүстік Қазақстан облысында бір экономикалық және демографиялық, идеологиялық бунт күту деген ол абсурд, ол ақымақтық деп ойлаймын мен. Бір кішкентай ғана бағдарлама арқылы біз солтүстік Қазақстан бір үлкен облыс, мынау облыстың жері солтүстік Кореяның жерінен сәл ғана кішкентай. Конкретно қысқасы айтқан кезде осындай бір үлкен даланы сәл бір кішкентай бір бағдарламамен біз құтқарып қаламыз. Ойбай, ол жерде бір экономикалық бунт жасаймыз, демографиялық, менталитеттік бірдеңке жасаймыз деген ол өзі бір мына алмағаштан алмұрт сұрағанмен тең деп ойлаймын. Және де бұл солтүстікке көш бағдарламасы өз үлесін берген жоқ, жаңағы нәтижесіз болды деген пікірмен де мен келіспеймін. Өйткені оның ішінде осы бағдарламаның арқасында көшіп келген, осы солтүстікке көшіп келген көптеген азаматтар бар, оның ішінде мен де бармын. Жалпы негізі Рүстем мырза, қалай ойлайсыз? Сіз егер өзіңіздің аулаңызға 10 ағаш егіп, соның 6-ы көктеп шықса, сіз үшін үлкен жетістік болар. Мысалы да 10 ағашты егу керек болса, соның 6-сы шықса, ол
Әжептәуір нәтиже Әжептәуір болар нәтиже. еді. Иә. Ал егер де мен 10 ағашты қалап, соның 2-і ғана шықса, ол енді жаман көрсеткіш деп ойлаймын. Ал сіз осы бағдарламаға қандай баға берер Мен едіңіз? бұл бағдарламаға жалпы көші-қон бағдарламасы өзінің бір белгілі бір миссияларын атқарды деп ойлаймын. Белгілі бір миссияларын атқарды деп ойлаймын. Қандай миссия бар? Солтүстік Қазақстан облысындағы мамандардың санын арттыру, яғни бағана айтып өткенімдей, солтүстік Қазақстан облысындағы дәл қазір Петропавлдағы емханалар, поликлиникалар, солардан барып, сіз егер өзіңіз журналистік зерттеу жүргізетін болсаңыз, кем дегенде 3 дәрігердің 2-і оңтүстік өңірлерден. Тек қана Түркістан облысы ғана емес, Қызылорда, жаңағы көш қабылдаушы аймақтардан медиктер көбінесе. Одан кейін тіпті мына тәртіп сақшыларының өзі дәл қазір уақытта біразы осы оңтүстік өңірлерден келген азаматтар. Мәулен Әшімбаев мырзаның жаңағы сенат басшысының осындай пікір айтқанына мен шыны керек белгілі бір тұстарына келіспеймін. Яғни, егер ол кісілер бұл дүниеден нақты бір жаңағы нәтиже көргілері келетін болса, бұл көші-қон бағдарламасын модификацияға түсіріп, және осы бір бағдарламаға тікелей жауап беретін жеке бір агенттік беген, жеке бір тіпті министрлік болса да артық емес. Сондай бір дүние ашылуы керек. Өйткені солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген азамат, мысалы елестетіп көріңізші, сіз өмір Шымкентке барып көріп бердіңіз? Ақтауға барып көрдіңіз ба? Ақтауға барып көрген жоқсыз. Ойлап қараңызшы, кешкі сағат 6-ның кезінде Ақтауға түсіп тұрсыз, ешкім танымайсыз. Қайда барасыз? Келгеніңізге баратын шығар? Жоқ, қайда келіп тұрсыз, білмейсіз сіз. Жақсы, қонақ үйді табам. Қонақ үйді табасыз, жақсы. Қонақ үйге бір күн қондыңыз, екінші күн не істейсіз? Не үшін келдіңіз Сіз деп Ақтауға ойламадым. көшіп келесіз ба? Ең алдымен оған көшу үшін не үшін деп ойланамын ғой мен. Жақсы, Ақтауда қасында үлкен теңіз, керемет Каспий теңізі тұр. Сіз теңіз үшін көшіп барғыңыз келеді. Жоқ, мен сізді бұл нәрсеге айтып отырған себебім не? Мен мына көшіп келген адамның, бері қарай көшіп келгісі келіп отырған адамның жаңағы эмоциясын сезінсін деп айтып отырмын сізге, Рүстем мырза. Дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік Қазақстан облысына келетін адамдардың 80%-ін әкелетін бір ғажап дүние, ол Қызылорда Петропавл пойызы. Қызылорда Петропавл пойызы кешкі сағат 16:30-да осы жерде Қызылжар жаңағы вокзалына келіп тоқтайды. Осы жерге келген азамат өмірі солтүстікті көрмеген, өмірі білмеген, танысы жоқ мұнда. Сол азамат қайда барады? Ешқайда барады, білмейді. Яғни менің айтқым келіп отырған не? Егер біз солтүстік Қазақстан облысындағы жаңағы адам көшіп келушілердің санын арттырғымыз келетін болса, бізге осындай бір орталықтар ашуымыз керек. Яғни 24/7, 24 сағат бойы, аптаның кез келген уақытында сол кісілерді қабылдай алатын. Яғни өзіңіз елестетіп көріңізші. Егер осы Петропавлдың маңайында бір үлкен жақсы ғимарат болатын болса, және сол ғимараттарының адресі бүкіл мансап орталықтарында болатын болса, осы көшпен айналысатын бүкіл оңтүстіктердің акиматтарының бәрінде болатын болса, соның адресі. Яғни солтүстікке көшіп келген азамат білетін болады нақты қайда баратын. Оның жататын жері болатын, далаға қалмайтынын білетін болады. Ол жаңағы, яғни көшіп келушілердің бір белгілі бір тірегі бар екенін түсінетін болады. Яғни оның сенімділігі артады. Жақсы. Пікіріңіз үшін рахмет. Ануар мырза, ал сіздің ойыңызша бұл бағдарлама өз оң нәтижесін беріп жатыр ма? Әрине нәтиже бар бағдарламада. Жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл бағдарламамен де көшіп келіп жатқан азаматтар бар. Бұл бағдарламасыз келіп жатқан азаматтар да бар. Нәтиже әрине бар. Бұл адамдармен өзіңіз тікелей сөйлескен болатынсыз. Бейімделу жағы қалай? Бейімделіп жатыр ма, не болмаса оларға сол кедергі болып жатыр ма? Біз енді осы жылы айттым ғой, мынау ақпараттық кеңес беру орталығы деп. Бұл орталық осы жылы әр аудандарды аралап, көшіп келген азаматтармен кездесіп, видеороликтар түсірген болатынбыз. Өзіңіз білесіз, бізде 13 аудан бар, Петропавл қаласымен 14 деп есептеледі. Сол 14 видеоролик жасадық, әр ауданға барып көшіп келген азаматтармен кездестік, сөйлестік. Барлығының айтатыны келгенде енді табиғат, ауа райы, таза ауа, мынау о жақта мынау давление, сахар, бас ауруы бар деген сияқты сондай бір
мына жаққа келіп климат өзгерту дейді ғой, ол мүлдем айығып кеткен азаматтар да бар. Келіп атқан азаматтардың ішінде мына жақтан климат жақпай, енді бірен саран 1% деген сияқты ондай да азаматтар бар кетіп атқан деген сияқты. Нәтиже бар, нәтиже көрініп тұр. Бірақ енді солтүстік Қазақстан облысымыз үлкен ғой. Әр ауданға, жан жаққа былай тардай шашырап кеткеннен кейін бізге көзімізге көрінбейді. Нәтиже бар негізінен. Ал жергілікті тұрғындармен қабылдауы жақсы ма? Ол жайлы айтып жатырмыз. Жергілікті тұрғындармен әрине жақсы. Мысалға, мен өзім айттым ғой, Бұлақ ауылында тудым деп. Неге кетіп жатыр дейсіз, неге былай деген сияқты міне. Бір сол өзімнің ауылымдағы мысалдарды айтайын. Ақтас деген көрші ауылымыз бар, 9 жылдық мектебі бар. 9 жылдық мектеп 45 баладан бала саны азаятын болса, 9 жылдықты жабады да 4 жылдық мектепке түсіреді. Ол бала саны азайған сайын ол білім басқармасының өзінің стандарттары бар деген сияқты. Сол бала толтыру, мектепті жаппау, ауылды сақтап қалу деген сияқты. Сондай азаматтар келген азаматтарға ауылды жерлерден мемлекет тарапынан көшіп келген азаматтарға әрбір отбасы мүшесіне 258 мың бір реттік төлем төленеді ғой. Ол квота дейді. Мысалы 5 адам болса, жанұяңызда әр қайсына 258 мыңнан, ол енді жол шығыны деген сияқты соған кететін ақша. 5 адам болса 258 мыңнан, сонда 1,5 миллион, 1,2 миллион ақша түседі ол кісілерге. Және де сол жердегі әкімдік тарапынан, мектеп тарапынан, халық тарапынан да көмектер көрсетіліп жатыр. Енді ол мысалды мына солтүстік Қазақстаннан алмай қояйын. Қостанай облысында көптеген шаруа қожалықтары өздеріне жұмысшылар керек. Сол кісілер өздері әдейілеп, сол кісілер мемлекеттің қаражатынан емес, өзінің қаражатынан үй салып беріп, алдына мал салып деген сияқты, 2 сиыр деген сияқты әңгімелер жүрді ғой. Қой салып, сол ары қарай шаруасын дөңгелетуге халық көмектесіп жатыр. О жағынан бөліп жару деген ондай мен нәрсе көрген жоқпын. Ал мектептермен мәселе жоқ па? Мәселен, бізде облысымызда 458 мемлекеттік мектеп бар. Оның ішінде 244 мектебі орыс тілінде, 109 мектебі қазақ тілінде және 105 мектебі аралас. Яғни ауылда мекендерде орыс тілді мектептер әлде қайда көбірек. Осы сәтте оңтүстіктен көшіп келген отбасы өз балаларын орыс тілді мектепке апара ма? Өзге ұлттар көп болғаннан кейін, орыс тілді болғаннан кейін, бірен саран орыс тілді мектепке барып жатқандар да бар. Көбінесі біз жаңа айттық қой, алдын ала саралап, қай жер ыңғайлы, мектебі қай жер ыңғайлы, бұл кісілерге қандай жұмыс бар ма деген сияқты алдын ала саралап, солай жіберіп жатырмыз. Балабақшаға да орналасып жатыр. Қазір мектептің жанынан шағын орталықтар ашып жатыр. Мектептер аралас болып жатыр. Мысалы, міне 3 адам, 4 адам оңтүстіктен көшіп келген 1-ші сыныпқа балалары барып жатқан болса, ол жерге не себепті қазақ сыныбын ашылмайды, ашылады, ол өтініш жазады, қазақ сыныбын ашады, ары қарай тағы кісілер келіп, оңтүстіктен келіп жатса, аралас мектеп болады, ақырын қазақ мектебі болады ары қарай. Енді ол қай жерге түседі, орта деген сияқты бейімделу, енді әрине түсінеміз, бір жерден өзінің үйін, өлең төсегін көшу оңай емес, бірақ бір Қазақстан, бір мемлекетте тұрамыз. Ондай бөліп жару деген о жағынан ондай естіген жоқпын. Орхан мырза бұл бағдарламаға пиар жетіспейді деп айтып жатыр. Өзіңіз осы жылы Түркістан, Шымкент аумақтарына барып пиарды жүргізгенсіз. Бұл адамдар көшіп қону идеясын қалай қабылдап жатыр? Негізі көшіп келгісі келетін адамдар көп па? Солтүстік жайлы қандай ойлар тұр?
осы бағдарлама бар кезінде осыны пайдаланып көшіп қалған дұрыс деп осы кісілер ақыл айтып, біз де шығып Түркістан облысына барып, енді 4 айымыз кішкене аздау болып қалды. Астана қаласында болдық. Бұл енді көші-қонға үлкен қалалар, Алматы қаласы, Шымкент қаласы, Астана қаласынан да біз қабылдаймыз ғой азаматтарды. Сол Астана қаласында болдық, Шымкент қаласында болдық, және де Түркістан облысының 11 ауданын араладық. Әр жерде әртүрлі енді. Қалай қабылдайды? Көшем деген ниетті азаматтар да бар, көбінесе жастар. Себебі ол жерде бір үйде 4-5 бала болса, әке шешесі болса, ағасы үйленсе, ертең інісі үйленіп жатыр, барлығы бір үйде отырғаннан осы жаққа келіп, мемлекеттің көмегін алып, өзі үйлі баранды болып, ары қарай шаңырағын көтерген дұрыс деп мен ойлаймын. Жастар жағын ниеттеніп атқандары бар, сұрақтар болады, ниеттенеді, бірақ ар жағынан енді кішкене бір қаражат, қор, көмек деген сияқты сондай бір қысылып қалатын жағдайлар болады, әрине, енді жастар жағынан болғаннан кейін. Қорықпау керек, алға қойған мақсатымды орындау үшін. Жаңа айттым ғой, бір Қазақстан, осы жақта келіп атқан азаматтар да бар. Қазақ мектептері де ашылып жатыр, қазақ сыныптар, балабақшалары да ашылып жатыр, үйлер де салынып жатыр, құрылыс жағынан болсын, ауыл шаруашылығы болсын. Енді біздің бір неміз ауыл шаруашылығында егін еккенде, бұл сезонный жұмыстар дейміз ғой, сол жерде кішкене қиналып қалады да, көктеммен егістікті егер кезде, сосын күз кезінде диқаншылық жинаған кезде ғана жұмыстар ауылдық жерде сондай сезонный жұмыстар. Бұл кісілерге бір завод па, әлде бір хотя бір пима басатын пимакатный завод па, сондай бір ауылды жерлерге керекті жұмыртқа, сүт өндіретін, май былғайтын деген сияқты сондай шағын зауыттар ашып, жұмыс орындарын ашып, 12 ай жұмысы бар деп, сонда сол кезде қиналмай, ештеңе қарамай келер еді деп мен өзім ойлаймын. Бұл миграцияны мәжбүрлі, ерікті миграция деп айтылған дұрыс па, қалай ойлайсыз? Мәселен, оңтүстікте сол жұмысты таба алмай жатқан адамдардың келуі, олардың енді жағдайы нашар болғандықтан, үкімет осындай жақсы жағдай істеп жатқандықтан келетін шығар. Жоқ, бұл жерде енді жағдайы нашар, о жақта жағдайы нашар, о жақта жұмыс істемей еріншек болып жатқан адам мына жаққа келіп, ол жағдайы керемет болып кетеді деп ойламаймын. Өзінің ниеті ынтасы болу керек. Жаңа сіз айттыңыз, мәжбүрлі ерікті деген ол екі басқа. Мәжбүрлі деген енді тарихтан білеміз, ана вагондарға салып алып, суықта, қыста шешен халқын, ингуш халқын енді тарихтан оқып отырмыз ғой, алып Қазақстанның мынау степ дейміз ғой, әкелді деген. Ол енді мәжбүрлі. Ал бұл жерде ерікті. Біз үгіт насихат, бағдарламаны айтамыз, осындай жеріміз бар екен, еліміз бар екен, осындай ауылдар бар екен деген сияқты барлығын үгіт насихатпен жеткіземіз. Ары қарай өзі ерік түрде ойлап, мәжбүр деген жоқ бұл жерде. Ерікті түрде. Енді осы сұрақты қойып жатқан себебім, подкасттың алғашында Бұрхан мырза айтқандай, мемлекет адамдары көп шоғырланған жерлерді жақсырақ етуге тырысып жатыр, адамдар көп болса оған жағдай да жасап жатыр. Осы тұста оңтүстік өңірлерде адам көп қой, бірақ жұмыссыздық болса, сол айтып жатқан май заводтарын, басқа заводтарды оңтүстікке жұмыс ашып неге істемеске, иә? Бірақ ондай жұмысты оңтүстікте жасамай, солтүстікке мысалы әдейі әкеліп жатқан жоқ па сонда? Сіз сонда солтүстікке адамды көшіруге қарсысыз ба, Рүстем мырза? Қарсы Оны емес па? неге сондай репликалар қолданып отырғаныңызды мен түсінбей отырмын. Мен жай ғана осы бағдарламаның мемлекет тұсына неге әлсіз болып жатқандығын Жалпы білгім келеді. негізі қысқасы айтқан кезде енді үкімет қолынан келгенше барынша жаңағы тетіктерді пайдаланып жатыр, неге солтүстік көш мәселесін дамыту мақсатында, бірақ өкінішке орай жеткілікті түрде емес. Енді оның өзінің белгілі бір себептері де бар шығар. Жаңа идеологиялық тұрғыдан болсын, тағы басқа дүниелерден болсын, өзінің белгілі бір себептері болуы мүмкін. Бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек, біздің солтүстік Қазақстан облысына адам керек. Бұл факт.
біздің солтүстік Қазақстан облысына адам керек. Ол қандай жағдайда болмасын, біздің солтүстікке киеліп, мысалы дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік Қазақстан облысына негізі қысқасы айтқан кезде қайталап айтайын, өте мықты негізі мамандар көшіп келе жатыр. Оның көбі жаңағы сіздер айтқандай жағдай жоқтықтан емес. Жалпы көбі патриоттық пиғылда, мен мысалы өзім патриоттық пиғылда көшіп келген азаматпын. Сол себепті жаңағындай сөз тіркестерді пайдаланған негізі өте дұрыс емес деп ойлаймын, Рүстем мырза. Және бір деңгей қалыптасып болған, осы солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген азаматтарға бір белгілі бір түрде көмек керек, яғни олардың жағдайы жоқ деген сияқты бір белгілі бір стереотип қалыптасып қалған, яғни оларға көмек керек деп. Негізінде солтүстікке көшіп келген азаматтар сіздерге көмектесіп жатыр жалпы. Көмек сізге керек, Рүстем мырза. Ол идеологиялық мәселе бойынша, ол тіл мәселесі бойынша, өйткені міне дәл қазіргі уақытта мысалы міне рух тілі жаңғыру және Жанат мырза бар, жаңағы тіл қоғамы. Сол кісі алдында Жанат мырза екеуміз сөйлесіп отырған кезде, жоқ белгілі бір кездесулерде сол кісі айтып отырды, қазақша сөйлеу керек, облыста қазақ тілдерінің санын арттыру керек деп. Енді тіл деген мәселе ол өте бір қасиетті, яғни біз ұлтты біріктіруші ұғым ғой. Жалпы мен ойлаймын, бірақ дәл қазіргі уақытта егер біздің солтүстік Қазақстан облысындағы 38% қазақтың бәрі қазақ тілімен сөйлесіп кеткеннің өзінде де бізде бұл жақтағы ауа райын бір қатты бір өзгертпейді ол нәрсе. Яғни бізге неғұрлым көбірек қазақ тілді аудитория қажет деп ойлаймын. Ал ол қазақ тілді аудиторияны көбейтудің жалғыз жолы, жалғыз тетігі ол солтүстікке көш. Яғни осы келіп жатқан адамдар осында жақсылап тұрақталу және де күйлеу үшін біз оларға сіз айтып жатқан орталықты ашсақ, әлдеқайда жақсырақ болатын еді, иә? Ол әлдеқайда жақсырақ болатыны ол анық. Ануар мырза, ал сіз қалай ойлайсыз, біз бұл жағдайда қалай күштірек ете аламыз, иә? Көшіп келген адамдар үшін қандай тағы да бір ыңғайлы нәрсені істей аламыз? Енді біз енді мынау совет үкіметінің соңғы ғана көргенбіз, кезінде осы солтүстік деген бір 15% үстемақы деген осы біздің облыста болған екен. Енді сонымен ғана осыған халық азаматтарды, халқымызды осы жаққа шоғырлануға сол 15% жалақыға көтеру арқылы болады деп ойлаймын, осы жаққа халықты шоғырландыру, жинауға. Және де осы міне Бурахан мырзаның айтқанымен толықтай келсем, бағдарлама болғаннан кейін ол толықтай орындалу керек. Ол үшін мынау оңтүстіктен солтүстікке автобустар ұйымдастыру керек, сол жақтан халықтарды алып келіп, мына жақта көрсету деген сияқты. Мысалы, мансап орталықтары бар. Ол кісілер өздері мына жақтың табиғатын, қандай несін білмейді. Ол кісілер о жақта отырып бүгін насихат жүргізеді. Біріншіден сол кісілерді алып осы жақты көрсету, және де келем деген азаматтарға автобус ұйымдастыру деген сияқты сондай қарым-қатынас, логистика дейді ғой, сол жағын, және де мына келген азаматтар шынымен де Қызылорда пойызы кешкілікте келеді, ол кісілер кешке келеді, қайда барарларын білмей қалады деген сияқты бір жататын орын, сол жағын ұйымдастырса, әрине әлдеқайда көш түзеледі деп ойлаймын. Және Рүстем мырза мен Әнуар мырзаның сөзін толықтыра кетейін, жаңағы 15% үстемақы деген мәселе. Енді салыстырмалы түрде енді сіздер солтүстіктің адамдарысыздар ғой. Бұл жағдайға, бұл климаттық жаңағы жағдайлардың бәріне үйреніскенсіздер, адаптациялық туған кезіңізде осындай бір климаттық жағдайларда өмір сүрген адамсыздар сіздер. Мысалы, мен өзім Талдықорған жақта Текеліде өмір сүрген кезімде, біз бір аса бір қыстық киімдер кимейтінбіз. Машинаның дөңгелегінде ауыстырмаймыз дейсіз ғой. Бізде сол сезонкамен жүретінбіз, және аяқ киімдер мәселесі, отын су мәселесі мысалы айтқан кезде. Сондай жаңағы айырмашылықтар өте көп. Яғни біздің оңтүстікке мысалы Жетісайда мүлдем қыста кәдімгідей мына Әнуар мырза киіп отырған шапанның сәл бар қалыңымен өтіп аяғында кроссовкамен шығып кетеді.
Жетісай жақта мысалы. Енді сондай бір үлкен жаңағындай айырмашылық жерден келген азаматтар осында келіп, яғни отын суға, киім кешекке, тағы басқа дүниелерге біз анағұрлым көбірек ақша жұмсалады. Және Әнуар мырза дұрыс айтып отыр. Мен біріншіден былай ойлаймын, солтүстікке адам көшіру керек дегеннен бұрын солтүстіктен адам неге көшіп жатыр деген сияқты сұраққа жауап беруіміз керек. Өйткені бері қарай көшіп келген адамнан көрі осы жақта өмір сүріп, осы жақтың мына климаттық, менталитеттік жаңағы айырмашылықтарына толығымен, ерекшеліктеріне толығымен адаптацияға түскен осы жақтағы жергілікті халықтың өкілі ол көшіп келген 10 адамнан артық та, құнды да. Қысқасы айтқан кезде сол себепті біз неғұрлым осы жақтағы азаматтың басқа бір облысқа өтіп кетпеу мәселесін біз қадағалауымыз керек. Ал және ондай нәрсені осы жақта қалдырудың мәселесінің бірі осы үстемақы деп ойлаймын. Егер дәл қазіргі уақытта егер осы Әнуар мырзаның осы идеясын егер үкімет жасайтын болса, жақын арада 15-20-30% үстемақы болады деген егер бір қысқасы айтқан кезде дүние нақты бір жасалып, осы жақтағы азаматтарға, тұрып жатқан азаматтардың үстемақылары көбейетін болса, онда мына жақтағы азаматтар да кетпейді деп ойлаймын. Жергілікті азаматтар. Қалай ойлайсыз өзіңіз? Мен де келісем, өте орнықты ұсыныстар. Бірақ әлі жасалмаған. Осы орайда подкастымызды тәмамдап, қоныс аударам дейтін адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Әзірше осы орталық жоқ, салық жоқ дегендей. Жақсы. Не айтаруға болар еді? Бұл бағдарлама бойынша мен сіздерге бір ресми мәліметтер айта кетейін. Бұл бағдарлама бойынша негізі дәл қазіргі уақытта мынау оңтүстік өңірлердегі, яғни Алматы облысы, Жетісу облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Қызылорда облысы және Маңғыстау облысының азаматтары сосын мына Астана қаласының өзінің жаңағы үлкен мегаполистен бері қарай солтүстікке көшіп келуге мүмкіндігі бар. Егер сізде белгілі бір саланың маманы болатын болсаңыз, жалпы негізі өміріңізді қайтадан жаңадан бастағыңыз келетін болса, осы бері қарай солтүстікке көшу арқылы біздің мына жақтағы солтүстіктегі жаңағы идеологиялық, жаңағы экономикалық, демография мәселесіне қысқасы айтқан кезде үлес қосқыңыз келетін болса, онда бері қарай көшіп келуіңізді сұраймыз. Жалпы негізі солтүстік Қазақстан облысына көшіп келген азаматтарға мына үкіметтің нақты беретін көмектерінің бірі ол яғни бері қарай оңтүстіктен солтүстікке осы бағдарламамен көшіп келген азаматтың отбасындағы әрбір адам санына байланысты әрқайсысына 260 мың теңгедей ақша беріледі. Яғни сіздің отбасыңызда 10 адам болатын болса, сол 10 адамның ішіндегі еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін сол ақшаның бәрін алатын болады. Бірақ бірден кейін нақты түсіну керек. Бұл бір-ақ реттік көмек, ол ай сайын берілмейді. Яғни бір рет беріледі сіздің мына солтүстікке көшіп келген жаңағы жол шығындарыңызды ақтау деген мақсатта берілетін субсидия. Одан кейін екінші бір үлкен жақсы бір көмектерінің бірі мына ұтқырлық сертификаты деген мәселе. Яғни сіз оңтүстік Қазақстан Республикасының азаматы болып осы солтүстік Қазақстанға келіп көшіп келем деп, осы жақтан бір үй қарайтын болсаңыз, яғни бір жергілікті азамат осы жақта үйін сатып ататын болса, сол үйдің бағасының жарты ақшасын үкімет төлеп береді. Яғни 8 миллионға дейінгі үйдің ақшасын, жарты ақшасын қойып береді. Ол мәселе жаңағы тек қана 8 миллиондық үй емес, мысалы үй 6 миллионға үй тауып алатын болсаңыз, сол 6 миллион теңгенің жартысын үкімет төлеп береді. Одан кейін тағы бір өте бір жақсы бір дүниелердің бірі, егер сіз сұранысқа сай жаңағы келетін болсаңыз, белгілі бір кәсіппен өзіңіз бір маман болсаңыз, яғни мына еңбек KZ деген сайт бар, мысалы бір Айыртау ауданында мұғалім, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі керек дейтін болса, сіз сол ауылға барсаңыз, сіз сол жерге жұмысқа кіруіңізге толыққанды мүмкіндігіңіз бар. Және де тағы бір айта кететін дүние, біздің солтүстік Қазақстан облысы салыстырмалы түрде қысымыз енді қатты деп айта алмаймын, бірақ қыс бізде нақты қыс. Бізде қарымыз қалың, және тағы бір ескере кететін дүние, бізде солтүстік Қазақстан облысында газ жоқ, яғни отты қолмен жағасыздар. Осы бір дүниеге дайын болып келулеріңізді сұраймын. Жақсы, қалғанын осы жақтың жергілікті азаматы Әнуар мырза айтсын. Рахмет сіздерге. Тәуекел. Рахмет. Әнуар мырза, сіз қандай кеңес бере аласыз? Кеңес болғанда әрине жастарға
бір Қазақстан, келіңіздер, көріңіздер, бақтарыңызды сынаңыздар. Бұндай мүмкіндік бола бермейді. Мемлекет тарапынан көмекті пайдаланыңыздар. Бұл бағдарламада 2-3 жылдан кейін аяқталады. Бұл жерде бизнес бастайым, ары қарай кәсіп бастап көтерілем десеңіздер, бұл жерде даму, атамекен деген бизнес бастау, сол бірінші осы оңтүстіктен көшіп келген азаматтарға сол кісілердің өтінімдері бірінші кезекте қаралады да, сондай мүмкіндіктері бар. Және де мына ұтқырлық сертификаты деп айтып отырмыз ғой, үй сатып алуға болады деп. Ол қаражатпен үй өзіңіз тұрғызуға да, салуға да болады. Ондай да мүмкіндік бар. Келіңіздер, есігіміз әрқашан ашық, еліміз көркейіп, тіліміздің тұғыры биік боп, ақ жарқын, сол бір Қазақстанда жарқырап өмір сүре берейік. Күтеміз. Біз сізді міндетті түрде күтеміз. Рахмет, құрметті көрермен.